тойлаған ер есімі ел есінде. Кеңес одағының батырлары Абдулла Сөніп, Құрбанбай Рысбеков, Файзулла Юлдашев, Расул Есетов және ауған соғысында қаза болған жауынгерлерге қою рәсіміне кезек береміз. Түркістан қаласының әкімі Мұсайып Тәжібек Қалманұлы. Және облыстық қалалық мәслихат депутаттары. Және еңбек және соғыс ардагерлері. Және де орта арнаулы оқу орындары мен мектеп оқушылары. Қаза болғандар мен хабар ошарсыз кеткен жауынгерлерімізді, қайтыс болған ардагерлерімізді 1 минут үнсіз тұрып еске алайық. Рахмет. 9 мамыр ұлы жеңіс күніне орай бейне материал назарларыңызға ұсынамыз. Ұлы жеңіске 73 жыл. Қатары сиреп бара жатқан жастық шағы соғыс жылдарына тап келген Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің қаһармандық еңбегі мен ерліктері алдында борышымыз көп екенін ешқашанда ұмытпақ емеспіз. Түркістан қаласындағы Ұлы Отан соғысына қатысып ерлік көрсеткен ардақты ардагерлеріміз Рысметов Абдулла, Аманбаев Пернебай, Алимбеков Орман, Азимов Фазыл, Абдрасилов Немет, Ибрагимов Жұмаш, Нұрмағамбетов Жолбарыс, Ташметов Ергеш, Дайрабайұлы Әбжаппар, Мубараков Құрманбай, Сарамсақов Ғани, Құдайбергенов Аппаз, Абдураимов Ибадулла, Умаров Аллаберген, Обаев Нарзулла, Базарбаев Тоқсанбай,
Төлебаев Бадан, Нарханов Алихан, Мұсаев Зәкір, Нышанбаев Бабажан бүгінгі күні арамызда өмір сүріп жатқаны біз үшін қуаныш. Жыл сайын дәстүрлі ұлы жеңіс күні мерекесі қалада тойланып келеді. Мамыр ұлы жеңістің 73 жылдығына арналған салтанатты мерекелік митинг жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ардагерлер мен түркістандықтар. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының ерлікке толы қаһарлы жылдары тарих шежіресінде. Биыл ұлы жеңіске 73 жыл. Болашақ өмір, ұрпақ үшін жанын қиған ата-бабаларымыздың ерлігін біз әрқашан құрметпен еске аламыз. Сөз Түркістан қаласының әкімі Мұсаев Тәжбек Қалманұлына және қалалық мәслихат хатшысы Сәрсенбаев Ғаппар Амантайұлына және қалалық Ұлы Отан соғысының және еңбек ардагерлері кеңесінің төрағасы Жарқынбек Құлбайымбетовтерге беріледі. Құрметті ардагерлер, қадірменді жерлестер, баршаңызды бүгінгі ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын. Бұл отан қорғаудағы өшпес ерлік пен өлшеусіз даңқтың, шексіз қаһармандықтың ең айтулы мерекесі еді. Ұлы Отан соғысы бұл халқымызға төнген өте ауыр күндер болды. 1418 күн мен түн бойы, яғни 4 жыл өз жері мен отан үшін, келешек ұрпақ үшін жанқиярлық соғыс болып жатты. Ұлы Отан соғысының қасіретін көрмеген осы қазақ отбасы кемде-кем. Қаншама шаңырақ асыраушынан айырылды. Қаншама мыңдаған бозбала әкесі мен ағасынан көз жазып қалды. Ал аяулы аналарымыз өмір жарымен мәңгілік қоштасып жесір атанды. Яғни сол сұрапыл соғыс жылдары қазақ халқының өз отанына, жеріне деген патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын дәлелдеді. Жалпы 500-ден астам жерлестеріміз, соның ішінде 96 қазақ кеңес Совет одағының батыры атанды. Яғни жауға қарсы шайқастар тек мына алдыңғы ұрыстарда ғана емес, біздің алыстағы ауылдар мен кең байтақ далаларда жүріп жатты. Түркістан өңірінен жалпы 18547 азамат соғысқа аттанған болса, соның
960-ы туған жерге оралды. Олар сол кезінде әртүрлі салада осы қаламыздың өсіп өркендеуінде өзіндік үлес қосты. Ал бүгінде солардың небәрі 20-сы ғана ортамызда. Мынау сұрапыл соғыс өрті алыстағанмен оның көңілден кетіп жүректерден өшпейді. Өйткені бұл тек қан майданда ғана емес, бұл тылда жұмыс жасап, ашаршылық пен ауыртпалықты бастан кешіп, таңның атысынан күннің батысына дейін жұмыс істеген сол бір қайратты да қайсарлы жандарға біздің ризашылығымыз шексіз. Ұлы жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Бұл майдангерлер отан үшін от болып жанды, оқ болып атылды. Қаншама боздақтарымыз ұрыс таласында қаза тапты. Арын байрақ, намысын айыз еткен ардагерлеріміздің қаһармандығы яғни аңызға айналды. Ұлы жеңіс күн жастарды ерлік пен патриоттыққа тәрбиелеудің нағыз осында өлшеусіз өнегесі деп білеміз. Мынау бүгінгі ұрпақ яғни ел ағалары солардан қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алып бой түзейді. Бүгінгі мынау ортамызға отырған біздің есімдері аңызға айналған жауынгерлеріміздің ерлігі қашанда елге мұра, ұрпаққа үлгі. Жашаным құрбан, оғалам менің, о елім менің. Қазақтың елі, қазақтың жері, береге болған ұлы отан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат. 73 жыл жеңіс таңы атқалы, сөніп тынған сойқан соғыс оттары, болашақ үшін от жалынға сарпылған, аман болсын ауылымыздың қарттары. Қазақ деген кең пейілді байқалып, тұлдарманы егеменге айналып, бейбітшілік қорғағандай сенімді сарбаздарым сап түзеліп сайланып. Біз ғана өркені. Бірлік пен ерліктің әндері мерекелік концерттік қойылымымызды бастаймыз. Шешек атып алма ағаштары, қосыл тұман өзен үстінде. Келді өзенге, келді Катюша қыз, келіп түсті жалын өзенге. Заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекой зорьки летние встречать. Раз кудрявый, он зеленый лист лесной, я влюблю. В тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Шарықта қыздың салған әні, кеш шарықта аспан әлемі. Шекарада жатқа жауынгерге, Катюшаның айтқан әндері. Шекарада жатқа жауынгерге, Катюшаның айтқан әндері. Уа ағайын, ауыл азаматтары соғыстан аман келсін деп ырымдап, жаңа туған сәбидің атын аман келді қояйық. Қария дұрыс айтады, аман келді. Дұрыс.
сенің атың аман келді. Аман келді. Аман келді. Соғыс кезінде туылған жас нәрестелерге халық аман келді, амантай, амангүл деген есімдерді беріп, майданға кеткен азаматтарының соғыстан қайтып оралуын тіледі. Бір ауылдан майданға 7-8 азамат кеткен болса, солардың екеуі ғана қайтып оралды. Бұл да болса, көптің дұғасының қабыл болу шығар деп, халық төзімділікпен өмір кешті. Ел бейнетті көп көрді. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін. Қызыл әскер шекараны тастап, кейін шегінді. Қызыл әскер болат спирал тәрізді бірде жиырылып, бірде серпіліп тұрды. Кейде қатты жиырылғанда спирал шектеуге, кермеуге шыдай алмай сынып кететін сияқты көрінетін. Бірақ болат спирал сынған жоқ. Қызыл әскердің соққысының ауыр болғаны соншалық, фашистерді қысқа мерзім ішінде Мәскеуден 200-300 шақырым алысқа қуып тастады. Бауыржан Момышұлының қолбасшылық келбеті кризистік ситуацияларда дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік берді. Соның біреуі спирал пружина. Бауыржан спиралы соғыс қимылдарының жүргізудің шебері, әскери тактикадағы тұтас қорғану болды. Құрметті солдаттар, Боркова тракты мен шоссе фашист өліктеріне толды. Біздің 1073-ші полк бөлімдері жылдам қозғала отырып, Новолог және Каменка селоларын алды. Дұшпан күштері қару жарағы мен көліктеріне ие бола алмаған күйі шосседен бір жол айырылып, батысқа қарай шегінді. Қарсы тұрған топтары жеке-жеке соққыға түсіп, жойып жіберілді. Әділдік асықса да кешігеді, бірақ келетіні сөзсіз. Артымызда Москва, бір қадамда шегінбейміз. Отан үшін, жеңіс үшін, алға! Ура!
Соғыста барлық халық бір тізе қосып, бірлік пен ерлік көрсетті. Соғыс жылдарында да халық өнерін тастамады. Үгіт бригадасы мен әртістер майдан даласында өнер көрсетті. Соның ішінде халық қаһарманы, Ұлы Отан соғысының ардагері Роза Тәжібайқызы Бағланованың әні жауынгерлерді рухтандырды. Роза апамыз әр халықтың әндерін орындады. Сол Роза апамыз салған ән «Поляночка». На солнечной поляночке дугою выгнать вдруг парнишка на толяночке играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводит, какие полушалки красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, толяночка сама, а то черноглазая снялась с ума. Когда на битву грозную парнишка уходил, он ночью темной звездною ей сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила: видно с ним, когда вернешься с ордена, тогда поговорим. Жойылсын жалғысы соғыстеген, ұқтаусың мәңгілік жойылсын. Бомбаның орнын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Ел достарым ән басады, көтеріп жаңғырып, даласында баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Даласында баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Көктесін жасаған жодан әрі, өткен күн қайтадан жанбайды. Судың кестелі орамалы, сүртсін тек тершіген маңдайды. Ел достарым ән басады, көтеріп жаңғырып, даласында баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Даласында баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Жойылсын жылы сөз соғыс деген, оқтаусың мәңгілік жойылсын. Бомбаның орнын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Ел достарым ән басады, көтеріп жаңғырып, даласында баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Ел достарым ән басады, көтеріп жаңғырып,
сыймай жеңіс әуені, жеңіс жігіт шарлап кетті аспанда. Сіздердің ерліктеріңіз ешқашанда ұмытылмайды. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жеңіс күні баршаңызға тағы да құтты болсын. Құрметті қазақстандықтар, құрметті халқым, бүгін баршаңызды мынау күннің ақ көктемнің алғашқы күндерімен және мынау ұлыстың ұлы күні жеңіс мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңе саулық, отбасы семьяларыңа амандық тілеймін. Бүгін мінекей Қазақстан елінде, бүкіл Қазақстан облысында жақсы үлкен іс-шара жүріп жатқан жағдайы бар. Оның үстіне бүгін өзіміздің Қош Ахмет Яссауи бабамыздың киелі құнарлы топырағында, Түркістан қаласында мінекей жеңіс саябағында үлкен іс-шара жүріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, өкінішке орай арамыздан көптеген ардагерлер кетіп жатыр. Мына бүгін өзіміздің арамызда жүрген, бүгінгі таңда жүрген, аман-есен жүрген ардагерлерімізді шақырып, осыларды құрметтеп, сый-сияпаттап, мінекей подаркымызды беріп, мына жас балдар ән шашуын таратып жатқан жағдайы бар. Осының бәрі, құрметті ағайындар, өзіміздің егемендігіміздің арқасы. Мінекей өзіміз егемендік алғалы қандай жақсы жағдайға жеттік. Міне үлкен белестерге жеттік, құрметті ағайындар. Осы жақсы жағдай жүргізіп жатқан өзіміздің әкімгершіліктің қызметкерлері, әкімгершіліктің басшысы және осы халқымызға осындай өнерін паш етіп жатқан Тұран Түркістанның телеарна ұжымына да көптен көп алғыс рахметімді айтамын. Міне бүкіл қазақстандықтар, баршаңызды ұлыстың жеңіс күнімен құттықтаймын. Шын жүректен барлықтарыңыз дендеріңіз саулық, отбасы семьяларыңызға амандық. Бүгінгі ұлыстың ұлы күні 9 май мерекесі барлығыңызға құтты болсын. Бірақ қайша отандастарымыз бүгінгі жеңіс күнін тойлап жатыр. Қыршын кеткен кешегі 1941-45 жылдары өмірден озып кеткен бабаларымыздың жатқан жері жайлы болсын. Сол кісілердің арқасында мына біздерге осынша қанша өмір беріп жатыр. Бұл енді
осы кеше әзір біз естелікті айтылып жатыр. Сонша Ұлы Отан соғысынан 20 Ұлы Отан соғысы қапты, ардагері қапты. Ол кісілердің өмір жастары ұзақ болсын, бала шағасы рахатын көрсін. Мінекей, жастарымыз жақсы, бүгін сондай бір жақсы керемет бір көрсеткіштер көрсетті.